Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Ахаб патша Ильясқа қатты ашуланды. Көптен бері жаңбыр жаумағанына мына пайғамбар кінәлі. Ол қатты ашуланды. Өзі тірі Құдайды тастап кеткендіктен Исраильге үлкен құрғақшылық келгенін ол түсінбеді ме? Арада 3 жыл өтті. Осы уақыт ішінде Исраиль жеріне бір тамшы да жаңбыр жаумады. Сонда Ильяс орнынан тұрып, Ахаб патшаға барды. Ахаб патша, егер жаңбырдың жауғанын қаласаң, Бағалға табынатын бүкіл халықтар мен діни қызметкерлерді Кармил тауына алып кел. Сол жерде кездесейік. Сонда біз нағыз Құдайдың кім екенін көреміз. Тәңіріміз Құдай ма, әлде Бағал ма? Ахаб Ильястың айтқанын орындады. Келесі күні таңертең бүкіл халық таудың басына шықты. Не болар екен? Ильяс халыққа былай деді. Қашанға дейін ойланасыңдар? Кімге қызмет ететіндеріңді бүгін шешіңдер. Құдай Тәңірімізге ме, әлде Бағалға ма? Халық үндемеді. Осы уақытта Ильяс құрбандық орнын дайындап, оның үстіне бұқаны қойды. Бағалдың діни қызметкерлері де солай істеді. Күте тұрыңдар, от жақпаңдар. Әркім өз Құдайына дұға етсін. Кімнің Тәңірі көктен от түсірсе, міне сол нағыз Құдай. Бағалға табынушылар бірден Бағалға жалбарына бастады. Олар бірнеше сағат айқайлады. Бірақ аспаннан жауап болмады. Ильяс оларға қарап күліп, «Ей, қаттырақ айқайлаңдар. Бәлкім сендердің құдайларың ұйықтап қалған шығар. Әлде демалуға кеткен шығар». Тыныштық орнады. Ильяс құрбандық орнына су құйды. Құрбандық орнындағы барлық ағаштар суға малынды. Ылғал ағаш жануы мүмкін бе? Ильяс қатты дауыстап, шын жүректен сыйынды. Ием, Құдай, халқыңа сенің Исраильдің Құдай екеніңді, ал мен сенің қызметшің екенімді көрсет. Таң қаларлық керемет болды. Құрбандық орнына аспаннан от түсіп, бұқаны, отынды, тасты және тіпті суды да өртеп жіберді. Барлығы жалынға оранды. Халық таң қалды. Олар жерге құлап, бар дауыспен айқайлады. Иеміз Құдай! Сен біздің Құдайымызсың! Иеміз Құдай! Сен біздің Құдайымызсың! Халық қайтадан Құдайға сенді. Бағалдың діни қызметкерлері әділ жазаға ие болды, және олардың барлығы өлтірілді. Бір ғана шынайы Құдай бар. Ильяс оған сыйынды. Оның дұғасына жауап ретінде аспанда қара бұлттар пайда болды. Жаңбырдың алғашқы тамшылары жерге жауа бастады. Жалғыз тірі Құдай халыққа қайтадан жаңбыр жіберді. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.